Кайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері, студенттер, оқушылар, мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі қызықты математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай қызықты есептің шешуін сіздерге көрсетіп келдім. Мынадай функция берілген: y-тің жақша 2x плюс 3 көбейтілген тұбырасты 2x плюс 3 плюс x квадрат. Осының графигіне жүргізілген жанама мына y-тің x теңдеумен берілген түзуге параллель, яғни қиылыспайды. Сол жанаманың теңдеуін табу керек. Түсінікті ғой шарт, бізге белгілі мына функция берілген, осы функцияның графигіне жүргізілген жанама мына y-тің x-ке параллель. Енді қарайық, y-тан өшіре беремін, y-тің x-ке параллель болса, бұрыштық коэффициент осыған тең деген сөз дұрыс па? К тең 1 болу керек. Мына бұрыштық коэффициент 1 ғой. Значит, ол жанаманың бізге не белгілі? Не қандай информация белгілі? Бұрыштық коэффициент 1-ге тең жанаманың. К тең 1. К тең 1. Енді жанаманың бұрыштық коэффициент неге тең? Функцияның нүктедегі, қандай да бір нүктедегі туындысының мәніне тең x нолевой. X нолевойда жүргізілген жанама. Онан функцияның туындысын тауып алайық. Міне f x нолевой штрих деп сразу тауып алайық. 2x плюс 3-тің 2-ден 1 дәрежесі ғой, 1 дейді ғой, 2-ден 3 дәрежесі. 2x плюс 3-тің 2-ден 3 дәрежесі келсестіре плюс x квадрат. Қосқанда туындылар қосылып, дәрежелі функцияның туындысы бойынша 2-ден 3 көбейтілген, ішінен аламыз ғой тағы. Көбейту 2, мынау 2x плюс 3-тің 2-ден 1 дәрежесі плюс 2x. Мына жерде, міне. Мынаны не қылсақ қарайықшы, не болады? Қысқарып кетеді. 3-тен тұбырасты 2x плюс 3 плюс 2x. Бұл неге тең болу керек бізге? Неге тең болу керек ол? 1-ге тең болу керек, келісесіздер? Мынау не ғой? К1 ғой, мынау 1-ге тең болу. Осы 1-ге тең мәндерді табайық. Мына қарайық. Бұны қалай шығарамыз? Оңай әдіспен қарайық. 2x плюс 3-ті т деп алсақ, 2x плюс 3-ті т деп алсақ, тұбырасты 2x плюс 3-ті т деп алсақ, сонда 2x не болады бұда? Т квадрат минус 3. Квадрат теңдеу болып кетеді. Иррационал теңдеу шешіп, басымызды қатырмаймыз. Бұл жерде сонда қандай теңдеуге келетін анда? 3t плюс т квадрат минус 3 тең 1. Т квадрат минус 3, солай, міне. Сонда теңдеуді қойып, т квадрат плюс 3-ті, сол жаққа жіберсек минус 4 тең 0. Сонда мынада 2 бар болады ғой, т1 1-ге тең, т2 минус 4-ке шейін. Минус 4-ті алмаймыз. Неге? Квадратты бар ғой, теріс емес болу керек қой. Сонда тұбырасты 2x плюс 3 тең 1, сонда т1-дің астында да 1-ге тең болады. Значит, x тең минус 1, x нолевой минус 1-ге тең бізге. Енді нүктені тауып алдық. Жанаманың теңдеуін жазаламыз. Қалай жазамыз? Жанаманың теңдеуін сол туындының мәні ол 1-ге тең ғой. Соны таптық қой. X минус x нолевой, яғни x минус минус 1, x плюс 1 плюс f x нолевойдың мәні соны керек. Минус 1-дегі мән қалай? 1, минус 1-дегі 1 плюс 2, x плюс 1 плюс 2 тең x плюс 3. Сонда мына функцияның графигіне жүргізілген жанама y-тің x-ке параллель болатын жанаманың теңдеуі y-тің x плюс 3 бірақ жанама екен. Яғни y-тің x плюс 3 түзуі мына функцияның графигіне жанама болады, мына нүктеде минус 1 нүктесінде, и y-тің x-ке параллель. Қиылыспайды ғой, бұрыштық коэффициенттері бірдей, басы үлгі тең емес әртүрлі. Видео ұнаса лайк қойып, комментарий жазыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.